Сәлем достар, сіздермен бірге оңай каналы. Егер де қарбызды күнде жесек, біздің ағзамызға не болады? Қарбыз сізді жүрек ауруларынан құтқара ала ма? Немесе көздің жақсы көруіне себеп бола ма? Және де шынымен де қатерлі ісіктің алдын алуға көмектесе ме? Осы сұрақтың жауабын бүгін біз сізбен бірге білетін боламыз. Сонымен қатерлі ісіктің даму қаупін азайтады. Сіз неғұрлым көп қарбыз жесеңіз, ол соғұрлым қатерлі ісіктің алдын алуға септігін тигізеді. Ол үшін қарбыздың құрамындағы ерекше қоректік затқа рахмет айтуымыз керек. Ол ликопин. Оған бірнеше секунд бөле кетейік. Ликопин қарбызға қызыл түс беретін қоректік зат. Оның қажеттілігі тек түс беру үшін емес, сонымен қатар денсаулыққа да өте пайдалы. Грейпфрут пен қызанаққа да қызыл түс беретін осы ликопин. Қарбыздағы ликопин піскен қызанақтағы ликопиннен 40%-ға көп. Сонымен бұл бір ликопиннің қандай сиқыры бар достар? Әрине бұл бір сиқыр емес, бұл ғылым. Және де осы ғылым ликопиннің сіздің ағзаңыздағы жасушаларды әртүрлі зақымдардан қорғап, тазартатынын айтады. Бұл қатерлі ісіктің алдын алуға көмектеседі. Зерттеулер ликопин тұтыну мен әртүрлі онкологиялық аурулар қаупін азаюының байланысын көрсеткен болатын. Мысалға, омырау қатерлі ісігі, простата, немесе көптеген өкпе аурулары да осыған жатады. Сондықтан достар, келесіде қарбызы бар үстелде болатын болсаңыз, міндетті түрде дәм татуды ұмытпаңыздар. Және де видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Сіздермен болған оңай каналы. Келесі кездескенше достар.